Біздің 32 ханымыз тікелей ұлы Шыңғыс ханның ұрпақтары Шыңғыс ханның моңғол емес екенін бәріне аян қазіргі таңда. Тіпті Моңғолияда Шыңғыс ханның есімі адам аты кетеспейді. Неге әлемдік деңгейде Шыңғыс хан қазақ екенін дәлелдейтіні жайлы кино түсірмеске дейді. Қай ханымды айтып отыр? Бөрте ханым ба? Шыңғыс ханды. Жоқ, бірдеңе ханымның деген сөз. Біздің 32 ханымыз. 32? 32 хан. 32 ханымыз. Иә, түсіндім. Енді бұл да жоғарыдағы Қызыл империяның, тағы да басқа халықтардың, мемлекеттердің біздің тарихымыздың жеті қат жердің астына жауып тастауға әдет қылғанның бір мысалы. Егер дейді, көп бір ұлылар айтып жүр ғой, мемлекет нелері, басшылары, егер қазақтар өзінің тарихын жақсы білсе, онда ол қазір мұндай жағдайда болмас еді, бұлар биікке көтерілер еді деп. Біздің тамырымызға балта шабылды ғой, қатты шабылды. Енді хандарымыздың бәрін, ой, олар қазақ емес, төрелер деп тұр, әдейі сөйтіп жасады. Ал енді Шыңғыс ханның туған жерінің қай жер екенін, оның руының, басқа жүрген жерінің бәрінің қазақтың жері екендігін көп адамдар дәлелдеп шықты. Мына менің жақсы көретін ағам, осы елдің тумасы Қалихан Ысқақ деген ағам зарлап өтті. Шыңғыс хан қазақ, ата бабамыз Шыңғыс хан, Шыңғыс деген бүкіл түркілердің басын қосам деп, бүкіл дүниені жаулаған себебі сол, екі мұхиттың арасын түркілерге толтырсам деген арманы болған. Сол үшін де оны совет өкіметі, советтік идеология оны жоққа шығарып, қаны шер қылып, осындай жасап жатыр. Түптің түбінде бәріміз Шыңғыстың ұрпағымыз деп айтып өтті. Мен соған құлаймын. Мен соны қалаймын. Өйткені көзім жетті, кейінгі мынау зерттеушілеріміздің бәрі біразы қарсы шығады. Нелерің бар ей Шыңғыс ханда деп. Айдаладағы моңғол. Түкте моңғол емес ол. Моңғолияда мұндай өзің айтқандай ат жоқ, мұндай ел жоқ. Моңғол деген қалқа деген бір кішкентай ғана атырау, тек сол жерде Шыңғыс хан жаңағы не құрған болмаса бер жағында. Ал енді кейінгі жадылардың ішінде осы Бексұлтан Нұржекеев ағамыз дәлелдеп шықты ғой, қай жерде туған, қай жерде өскеннің бәрін. Мынау Талдықорған облысының ар жақ бер жағында түгел жүрген жерлердің бәрін дәлелдеп шықты. Яғни Шыңғыс хан қазақ екендігі енді белгілі болып жатыр. Оны өшірем деген Шыңғыс ханды айдаладағы бір диктатор, қанішер екендігіне құмартып жүрген, солай болғанын қалайтын өзге идеологияның, өзге жұрттың біздің меселімізді басу үшін, біздің көңілімізді, көкірегімізді көтертпеу үшін жасап жүрген шаруа деп ойлаймын. Сондықтан кеше Түркістан театрында Дулат Есебеков ағамыздың Бөрте деген спектакль қойылды. Бұл Бөрте Шыңғыс ханның әйелі, Қоңырат. Енді Қоңырат қазақтың руы ғой. Ал енді Шыңғыс ханның шешесі де Қоңырат. Шыңғыс ханның өзінің әйелі де Қоңырат. Оның балалары да Қоңыраттан қыз алған. Тай шешен деген болған, Шыңғыс ханның қасында идеологы. Соның әйтеуір бір ақылман адам болғаннан кейін, сол ата бабасы сол Шыңғыс ханға Қоңырат елінен құда жасай берген. Сонда ол қазақ болмағанда несі қалды енді? Қазақ болмағанда не қалды? Сол үшін ақ киізге көтеріп, хан көтеру біздің қазақта ғана қалған, Шыңғыс ханда қалған. Содан бері келе жатқан. Мұны фильмдер түсіруге енді болады. Жақында Құда қаласа бір Венгрияның режиссері мекен біздің бір тарихымызға, осы Шыңғыс хан жайындағы уақиғаға Шыңғыс ханның Ақ бұлты деген Шыңғыс Айтматовтың шығармасы бар ғой, сол жайында үлкен фильм түсірмекші деген қауесет естіп қалдық. Яғни сол үлкен бір шаруа болады ғой деп ойлап отырмыз. Неге мұны қазақтың өзінің ішінде Шыңғыс хан жайында екіұдай ойлар болғаннан кейін несін айтамыз? Өзіміздің тарихымызды өзіміз тәрк еткеннен кейін не деп зарлауға болады? Қазағым-ай, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстар аузыңа түсті мұртың деп Абай хакім жылағандай, бірі хан, бірі майбап енде күртің деп. Соны өз қазағымыздың тарихына өзіміздің қазақтар күмән келтіргеннен кейін айтар жоқ. Сондықтан сол күмәннің бәрін сейілту үшін бізде өнер адамдары көп жұмыс істеуіміз керек. Хақ. Мен театрға кімді қойдым, спектакльді осы Өскемен театрына, қазақ театрына қазақтар деген. Сонда Шыңғыс ханды ақтаймын. Біздің бабамыз деп тұрып ашық айтам. Шыңғыс хан міне түркі елдерінің басын қоспақшы болды деп ашық айттырам. Оны Қалихан Ысқақ ағам жазды, мен жазғам жоқ. Яғни қазіргі Ердоғанның айтып жүрген жаңағы түркі мемлекетінің президенті бүкіл түркілер бірігейік деп жүргеннің идеясы бүгінгі спектакльде жатыр. Ана Жәнібек хан айтады, Құдай-ау,
осындай біз ел едік, жұрт едік, үлкен ел едік. Енді өзбек, қазақ, ноғайбек бөлініп кеттік. Неге бөлінеміз? Өзбекте болмасақ, ұйғырда болмасақ, қазақта болмасақ, ноғайда болмасақ, ұлы түркі деген бір үлкен ел болар едік қой. Осы Шыңғысханның аманатын неге ұмыттық деп аттан салатын жер. Онымен алдыңғы планға шығарып тұрып, спектакльдің негізгі идеясы ретінде соны астын сызып айтып отырмын. Соның өзінде кеше артында отырған біраз журналистеріңіз маған сұрақ қойды: Тұңғышбай аға, сіз бірінші хан Керей еді ғой, неге Жәнібек қайырып қойдыңыз? Кешіресіз дедім. Бірінші хан Жәнібек. Бастағанда Жәнібек бастап келді. Жәнібек хан болды, Жәнібек бөліп алып келді. Қасында Керей жүрді. Керей үлкен ағасы. Содан кейін Жәнібекке қағанат құрғаннан кейін барып, жолдың жосығыменен өзінің ағасы Керейді ақ киізге отырып хан жасады. Яғни Керей ресми хан болды бірінші. Ал шынында ресми емес хан Жәнібек болған. Керей өлгеннен кейін Жәнібек болды хан, тағы да хан, екі рет хан болды. Жәнібек өлгеннен кейін Керейдің баласы Мұрындық болды. Мұрындық тақтан тайғаннан кейін Жәнібектің баласы Қасым болды. Сол Қасымның салған қасқа жолымен келе жатырмыз. Неге елде қалған Қасым салған қасқа жол деп? Жаңа ағайынды екеуі Керей мен Жәнібек ағайынды болғаннан кейін кезектесіп, бірінші бірінің баласын, екінші жолда екінші баласын беріп отырған. Осыны мен тура астын сызып айттым. Сондықтан сөйледі, бұл Қалихан ағамның менің күмәнімді сейілткен, маған дәлелдеп берген шындығы осы. Біздің тарихшыларымыз тек ақ киізге көтерілген тұсын ғана айтып, Керейді бірінші хан деп жүр. Я, Керей бірінші ресми хан. Жәнібек оның алдындағы болған хан. Керейді өзінің тағын Керейге берген бірінші ханымыз Жәнібек деп түсіндірген болды. Бәсе деп түсінгендей болды. Бірақ түптің түбінде біздің Қалихан Ысқақ деген ағамыз тарихшылармен осы өкпелеп өтті. Бұлар дұрыс емес, неге білмейді, қағазға неге жүгінеді, тағы білетін логикалық шындық бар ғой деп айтып өтеді. Сондықтан мен оған қарамастан осылай деп спектакльді сахнаға шығардым. Сондағы жаңа сенің қойған сұрағыңа көптеген жауаптарды осы спектакльде бердім. Ретін тауып, осы өскемендік жұртты осы спектакльді көруге шақырамын. Қазақтар деп аталады.